Баршаңызға сәлем. Бүгін біз диета ұстап жүрген жандарға арнап ПП салат дайындаймыз. Бір данасында небәрі 30 килокалорий. Бізге керек заттар: баялды, салат жапырағы, қызанақ, сарымсақ, 2 жұмыртқа, нан үгіндісі және де фетакса ірімшігінің жеңіл түрі. Алдымен баялдымызды дәл видеодағыдай етіп турап аламыз. Туралған баялдымыздың әрбір ортасына тұзымызды сеуіп, 5 минутқа қойып қоямыз. Баялдымыз дайын болғанша бір ыдысқа жұмыртқамызды салып, екінші ыдысқа үгітілген нанымызды сеуіп дайындап қоямыз. Пешіміздің табасына пергаментімізді төсеп, баялдыны дәл видеодағыдай етіп тізіп шығамыз. Жұмыртқамызды екі жағынан, ал үгітілген нанды тек қана бір жағынан малып, жайғастырамыз. Менде пергаменттік қағазым Поклан. Бұл пергаменттік қағазға баялдыларымыз жабыспайды. Мендегі үгітілген нан Корей мемлекетінікі, маған осы түрі ұнайды. Сіздер қолдан жасап алуларыңызға болады. Дайын болған баялдыларымызды 170 градус қызып тұрған пешімізге 15-20 минутқа қоямыз. Жақпасына біз фетакса ірімшігін қолданамыз. Ірімшігімізге сарымсағымызды үккіштен өткізіп қосамыз және де барлығын блендермен біркелкі масса болғанша дейін толығымен айландырып аламыз. Дәл осындай масса болуы керек. Келесі кезекте қызанақтарымыз бен салат жапырақтарын дәл видеодағыдай етіп турап аламыз. Баялдыларымыз дайын болды. Дәл видеодағыдай оңай алынады. Рулетімізді дәл видеодағыдай етіп жинап шығамыз. Рулеттеріміз жинаған пішінде сол қалпында қалады. Бұл рулеттер ПП рецептпен жасалған, яғни диета ұстап жүрген жандарға таптырмайтын тағам болып есептеледі. 100 грамм салатымызда небәрі 125 килокалорий бар, яғни да бір дана рулетімізде небәрі 25-30 килокалорий бар деген сөз. Рулетіміз диеталық болса да өте дәмді, тіл үйіретін болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де менің рецептім сізге ұнап пайдалы болып жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, ас